Сәлем қыздар, бүгін біз дәл мектептегідей қолдағы бар заттармен дайындалатын мини пицца дайындайтын боламыз. Алдағы уақытта менімен бірге жасап көріңіздер. Ең алдымен біз жылы сүтімізге жылы суымызды қосып, оның үстіне қантымызды қосып, дрожжымызды қосып, апара жасау үшін 2 қасық ұнымызды салып, қақпағын жауып, 15 минутқа қойып қоятын боламыз. 15 минут болғаннан кейін майымызды, тұзымызды, 2 ас қасық қаймағымызды қосып аламыз. Бір жұмыртқаның ағын саламыз, сарысын бетіне жағатын боламыз. Әбден араластырып, үстіне ұнымызды салып, қамыр елейтін боламыз. Қамырымыз өте жұмсақ, қолымызға сәл жабысатын қамыр болып шығуы қажет. Қақпағын жауып, жылы жерге қойып қоятын боламыз. Ашыған соң қолымызды сәл сұйық майымызды қосып, араластырып алатын боламыз, қолымызға жабыспау үшін. Енді сол қамырымыздан осылай дөңгелектеп қамырымызды қойып шығамыз. Мен 5 штук жасадым. Сіздер одан да кішкентай қылып, көп жасасаңыздар болады. Осы стаканның түбімен осылай ойып аламыз. Осы уақытта сіздер кетчуп немесе томатный пастаны қосып пицца жасасаңыздар болады. Мен қоспадым, өйткені біздікілер жемейді. Жұмыртқаның сарысын осылай жағып, помидорымызды, колбасамызды, сырымызды қосып алатын боламыз. Осылай қойып шықтым. Сізде теркадан өткізсеңіз де болады. Мен өткізбей осылай 4 бұрыштылеп қойып шықтым. Алдын ала қызып тұрған пеште 160 градуста 20-25 минут пісіріп алатын боламыз. Осындай тәтті, дәмді, жұмсақ, балаларыңыз сүйсініп жейтін мини пицца дайын болды. Сіздермен бірге болған Жаңыл Үсен қызы. Рахмет. Коммент, лайк басуды ұмытпаңыздар.